Сцена 21 кадр 4 дубль 3. Так, тыныш. Вот айтады. Камераны қалай алдың? Талғат ағаға клип түсіріп беремін дедім, бірден бере салды. Сәлем достар! Бүгін біз ағаштың басына күрке салдық. Қазір мен сіздерге күркеміздің ішін көрсетемін. Ой, күркеміз әлі бітпей қапты. Не вот? Бітіреміз ғой? Әлі бастамай жатып, не бітірейін деп отырсың? Бақжан бері келші, мен саған бір-екі сұрақ қоямын. Өзің келші, мына жер күшті. Парасаттың рөлі саған қаншалықты жақын болды? Парасаттың рөлі менің шамалы ұқсайды. Себебі шын өмірде мен құрмет тақтасын сындырып алғам, байқамай. Ал кинода құрмет тақтасын тағы да сындырып алдым. Және де компьютерге жақынмын. Бақжан, сенің біздің съемкада ең қиын сахнаң қандай болды? Қамбақ шауыр рөлін ойнаған сценам. Неге? Себебі қамбақша болып түскен сахнам өте ұзақ болды, шапан өте ыстық болды. Көңілген жоқ қой. Иә, қой кезектен ұмытып жоқ қою керек. Менің атым Ержан, футболшы боламын. Әріне сәлем достар, ауыл жұлдыздарының көрермендері, тұрақты балапан арнасының тұрақты көрермендері. Менің атым Жайықов Есіл, ауыл жұлдыздары деген сериалда өзім Ержан деген футболшы баланы ойнаймын. Бүкіл баланың фотосын жіберген кезде менікі жіберілмеді. Жылағым келіп кетті да, еңбегім босқа кетті ғой деген сияқты. Ең соңынан келді менің фотом, өйткені басында менің фотом болған жоқ. Даже менде бір түрлі сезім болды. Еңбегім босқа кетті деген сияқты. Бірақ мен осы проектке өткеніме қуаныштымын. Қазір мен Нұрлыбекпен жақынмын, сол мақсатпен өмірде де, өнерде де. Иньеста міне Неймарға атпалықты қалдырды. Неймар қайтадан Иньеста соққы гол! Барселона іштан гол! Басында мен бұзауды алып келетін кезде білмеймін ғой бұзауды қалай айдау керек екен. Мен былай ұстап аламын да артына тартам. Мен оны алға жіберемін, ана жаққа қарай қашады, құлаймын еще. 1 шақырымда жүрей жай алып баруым керек. Жүгіріп бардық әйтеуір. Үстім бәрі быт-шыт болған. Әйтеуір апарсақ, сол үйдек ақ бұзау бар екен тағы да. Қойлармен съемка болған кезде ауылдан таудың басына дейін қойларды айдап барасын. Ауылдың тіршілігін кішкентай кезімде көргем. Ал нақты ауылдың тіршілігі қандай екен, мен осы телесериалда көрдім. 25 күн ауылда күн ыстық. Бүгін күн жақсы өтуде. Менде съемка жоқ, қазір үйге баратырмын. Бүгін біздің сериалымыздың ең қызықты сценалар болады. Менің қолым кішкене бос. Сол үшін Сәулепбайдан сұхбат алатын боламын. Бірақ мен кішкене қорқып тұрмын. Ол кісі кинода өте қатал кісінің рөлін ойнайды. Енді қолымда микрофоным жоқ. Сондықтан тарақ тастайтын боламын. Кеттік. Гаухар апай, сіз біздің сериалда ең қатал мінез рөлді ойнайсыз. Дәулеттің анасын және завуч. Осы мінезіңіз шын өмірдегі мінезіңізге қаншалықты ұқсайды? Пайызбен өлшесек, жұмысқа байланысты пайыздар орындалмаса, менің тарапымнан орындалып, бірақ басқа тарап жағынан орындалмаса, онда ол жағынан мен өте қаталмын. Өміріңізде балаларыңызға қатал боласыз ба? Сыйлағанның құлы бол дейді ғой. Адамгершіліктен аттап өтсе, мен өте қаталмын. Кешіріңдерші, сонымен не істейміз? Не түсіреміз? Мүмкін Ұлжан апайға пародия жасаймыз? Білемін не түсіретінімізді.
Қазір мен әкімнің орынбасарына сұрақ қоям. Ол қазір ана есіктен шығады. Жангелді аға, мен сізге сұрақ қойсам бола ма? Қандай сұрақ? Қоя бер. Сіз осы сериалдағы роліңізге, яғни әкім орынбасары, соған қаншалықты ұқсаймын деп ойлайсыз? Ұқсаймын деп ойлаймын. Енді ойнап атқаннан кейін енді образға кірдім деп айтуға болады. Рахмет. Мен қазір киім ауыстыруым керек, бірақ мен қатты күзетші Талғат ағайдан сұхбат алғым келіп тұр. Қазір тез барып алып келейін. Кеттік. Сіз шын өмірде де өлең айта аласыз ба? Әлде режиссер сізді қинап айт дедім. Айтам ғой, айтам негізі. Шын өмірде. Сен жүрген жермен жүргім келеді, сен көрген түсті көргім келеді, сен сүйген әнді ғашығым менің, өзіңмен бірге салғым келеді. Рахмет. Неге костюм? Рахмет сізге көп сұхбат бергеніңізге. Қазір барамын. Мен онда киім ауыстыруға кеттім. Мэлс, сен біздің арамызда өзіңе дос таптың ба? Әрине. Кім? Ол Мақсат. Өмірдегі аты Нұрлыбек. Ал түсірілім тобында ең жақсы көретін адам кім? Ол менің досым, және біздің дыбыс операторы Ерзат. Ал неге ұнайды? Ол ашық және жақсы жігіт та. Біздің көңіл күйіміз жоқ кезде де бәріміздің көңіл күйіміз табуға тырысады. Жарайды, рахмет. Теледидарға шығарып не істейсіз? Одан да ютубқа жүктеп сала салайық. Иә, расымен де ютубқа салайық. Көп көмек деген біздің ауылдың, сол ауылда тұратын жас жігіттер бар. Табылмай жатқан реквизит дейміз ғой, қолданатын заттарды табуға көп жағынан сол жігіттер көмектесті. Бұл ауылға біз үйрендік. Бұл ауылдың көп тұрғындарымен уже тіл табысып, сол кісілердің туған туысындай болып, съемочный командамен барып, үйіне кіріп, шайын ішіп, съемкамызды жасап, яға шығып кете бердік. Бәріңе сәлем. Бүгін түсіріліміміздің 23-ші күні далада 35 градус ыстық. Қазір ғана көшедегі сахналарды бітіріп, Бота деген қыздың үйіне, Натапшанға көлеңкеге келдік. Қазір Астанадан келген Толқын деген актрисамыздың бүгін қайтатын күні. Ол кісі біздің сериалдағы Мақсат деген кейіпкердің анасының рөлін сомдайды. Сондықтан қазір тезірек барып сұрақтарды қойып алайық. Н. Камера Н. Себебі менің атым Нұрлыбек. Нұрлыбек Н. Жашық жоқ! Жашық тұрмақ кетіпті! Ол бала Мақсат Нұрлыбек деген бала ғой. Осы 25 мамырда сабақ біткен кезде, сабақ біткеннен бері әлі ата-анасын көрмеген екен. Міне шілде айы аяқталып қалды, ол әлі үйіне барған жоқ. Үлкен бір жобасы Мақсаттың шетелдіктердің назарына түседі, ілігеді. Соны айтуға маған келген кезде мен ауылдағы көршілермен, апалармен бір бауырсақ пісіріп жатам. Америкалық кісілер мені шақырып жатыр, сол жаққа кетемін деген бір ауыз сөз айтуға келген кезде Мақсат бір кедергі болып айта алмай тұрады. Сосын режиссер айтады, жақындасай мамаңа, ол да сенің анаң ғой деп айтқан кезде Мақсат жылап жібереді. Ол күн маған бір четінен сәтті болды, себебі мен алғаш рет өзімді көрсете алдым да мықты екенімші. Дәлелдедім. Бірақ бір жаман жері кән. Ата-анамды қатты салынып жыладым да. Менің атым Шәріпбай Нұрлыбек. Бұл сериалда менің рөлім Мақсат таксист пен үй шаруасындағы отбасының баласы. Жалғыз ұлы. Өскенде ветеринар немесе фермер болғысы келетін бала. Кадрда ойнамаймын, кадрда жұмыс істейтін сияқтымын да, ішінде жүретін сияқтымын да, себебі сериал болғаннан кейін сен сол сериалға сіңісуің керек та. Менің атым журналист. Өскенде Али бабалам.
Мен киім ауыстырудан шықтым. Менің әкем тұрып кеттік. Әке! Әке, мен сізге сұрақ қойсам бола ма? Болады. Сіз қолөнер шеберлігімен қашаннан бері айналысасыз? 2-3 жас үлкен кезімнен бастап айналсам. Яғни, бала кезімнен айналсам, солай емес па? Жарайды, мен сахнаға дайындалайын. Ал, дайындаламын. Есіңде ма, мына розалар түнімен істеп едік қой. Иә, соны не үшін істедік, дайын сатып аласың ба? Режиссер аға айтты ғой, барлығы шынайы болу керек деп. Сосын қолдан жасадық. Сен туған күніңде де жасап едік қой. Иә, жез тырнақтарын қағаздан орап отырып қолымызды бар. Иә, қолымыздың барлығы қоңыр болды ғой. Сосын біз өтірік қан алғанбыз сол. Қыздар, гримге. Жарайды, рахмет. Мына сценада мен қазір мына камерамен ана қыздар түсіремін. Мынаның флешкасы толып кеткен бе? Жарайды, мен барып компьютерге жүктеп. Ауыл жұлдыздары сериалының идеясы, мұндай идеяның келген себебі, мысалы, қазір интернет желісін кішкентай балалар өте көп пайдаланады. Интернет желісін пайдаланғанда да, мысалы, оның жақсы жағы бар, жаман жағы бар. Соның бәрін ескере отырып, балапан арнасының басшылығымен ақылдаса отырып, мысалы, осы идеяны жүзеге асырсақ дедік. Енді сериал өте жақсы түсірілді. Кішкентай біздің кейіпкерлеріміз өз жаңағы рөлдарын жақсы ойнап шықты. Бұл сериалда енді оқиға желісі бойынша достық та бар, мысалы, шытырман қызықты оқиғалар да бар. Әр баланың өзінің, мысалы, мінезіне, мінез құлқына сай, сондай қызықты оқиғалар өте көп. Бота, егер саған рөлдерді таңдауға берсе, сен кімнің рөлін ойнаушы едің? Мен Қарлығаштың рөлін ойнайтын едім. Неге? Енді Қарлығаш сондай сылқым, әдемі киінетін қыз ғой. Ал мен жуаспын, мен ұрыспаймын ол жерде. А негізі мен өмірде ұрысқақпын. Ой, мен бәрі өзімнің рөлін саған бермеймін. Жарайды, Бота, рахмет. Нақты бір бала жоқ, кейін деп айтатындай. Үлкендермен де жақсы, балалармен де жақсы. Мысалы, үлкендермен жұмыс істеген кезде үлкендерге нақты айтасың. Сенің образың мынандай, сенің характерің мынандай. Режиссер мен актердің жұмысы белгілі болып, бір образ шығады. Балалардан үйренсе екен дейді. Бұл жаңа тек қана актерлар ғана емес, бәрімізге, режиссерлардан да, актерлар, творчество адамдары балалардан үйрену керек деп ойлаймын. Менің ойым киносериалдың ішінде. Енді бұл ой жетті ма, жетпеді ма, бұны көрерменнен сұрау керек. Ауыл жұлдыздары бағдарламасын көріңіздер, тамашалаңыздар, бағасын беріңіздер. Ауыл жұлдыздары атты фильмді көріңіздер. Қызық кино. Сериал жарыққа шыққаннан кейін көрермендер көріп, бір жақсы жаңағыдай өздеріне осы біздің сериалдан үлгі алса деген ойдамын.